Әңгіме әлеміне хош келдіңіздер. Арнама тіркеліп, ой-пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Бір ойға келіскен үшеуі түннің бір уағында апаннан шықты. Қар құйып, боран әлі ұйтқып соғып тұр. Басмашылар қонысын шамалап, батысқа бет алды. Әлден уақытта алдарынан қарауытып құз көрінді. Бұл кезде қар тоқтаған, ал жел басылмады. Әппақ қар айналадағы қараңғылықты серпіп, себезгілене жарықтандырып тұр. Алдарындағы құз бағана өздері секірген құз екенін үшеуі бірден таныды. Оның биіктігі шамамен жиырма құлаштай. Оны ұзақ айналып жүріп төбесіне шықты. Одан кейін жалбызды сайды кесіп өтіп, басмашылар қонысына жақындады. «Қорқып тұрған жоқсың ба, Естай?» деді Қараман. «Қорқушы болма, батыл бол. Сәл қобалжысаң, ажал табасың. Жарылғыш тастарды қалай лақтыруды білесің ғой. Қолыма жауыздардың жарылғыш тастарын тегізші, шетінен бақыртып тұрып, о дүниеге жіберейін. Жарайды, бұдан былай бір-бірімізге сөйлемейміз. Бәрі келіскеніміздей болсын». Кекшіл үшеу жыра-жыраларды паналап, қоныстың бергі шетіндегі ат қораға жақындады. Өздерінен басқа ешкім білмейтін тау қойнауындағы қоныстарына мынадай боранда ешкім келмейтініне сенген басмашылар алаңсыз ұйқыда сияқты. Ат қора маңында ешкім жоқ. Жолдыбай үш ерттеулі атты қора аузына апарып байлады. Ал Қараман мен Естай басқа аттардың тартпаларын қиюға кірісті. Аттардың көбісі жайдақ, ерттеліп дайын тұрғандары аздау екен. Осыған байланысты олардың тартпаларын қию жұмысы тез бітті. Одан шығып, шеткі жеркепеге жетті. Мұнда анада Қараман мен Жолдыбай бір жеті тұрған. Дәл осы жеркепеде жәшік-жәшік жарылғыш тастар бар. Жеркепеге еңбектеп жеткен үшеу есік алдында тың-тыңдап біраз аялдады. Сосын киіз есігін сәл көтеріп, еңбектеген күйлері ішке енді. Жәшіктер кіре берісте тұрады. Ішке алғаш енген Қараманның қолы жәшіктің біріне тиді. Оны Естай екеуі көтеріп сыртқа апарды. Жолдыбай екі мылтықты олжалап екеуіне берді. Жәшікті көтеріп ат қора маңына келді. Қақпағын ашса, жәшік ішінде 15 жарылғыш тас бар екен. Оларды 5 бесеуден белдеріне іліп, үшеуі атқа қонды. Естай мен Жолдыбай жеркепелерге, Қараман шермат жататын үңгір аузына таяды. Қараман жарылғыш тастың бірінің сақинасын тартты да үңгірге лақтырып жіберді. Сұмдық гүрсіл тау үшін керінеді. Артынша Естай мен Жолдыбай жарылғыш тастарды басқа жеркепелерге лақтыра бастады. Жер дүниені дүрсілдеткен жарылғыш тастардың гүрсілімен бірге ойбайлап, айқайлаған дауыстар аспанды дірілдетті. Кекшілдер оған қарамады. Жарылғыш тастарды басмашылардың ұяларына бірінен соң бірін тастады. Қараман үшеуін шерматтың үңгіріне тастады. Іштен әлдекімдердің жан дауыстары естілді, бірақ бірде-біреуі сыртқа шықпады. Жеркепелердің іші отқа оранып, айнала лезде түтіндеп кетті. Біреулер далаға атып шығып, қарға аунап жатыр. Сірә денелерін күйік шалса керек. Әлде жарылғыш тастардың жарықшағы жарақаттаған болуы да кәдік. «Болды, кеттік», деп айқайлады Қараман достарына. Сөйтті де әнеу күнгі Қамалтасқа апаратын арнаға қарай шаба жөнелді. Соңынан Естай мен Жолдыбай ілесті. Ал артта қызыл жалынға оранған жауыздардың жеркепелері мен жаудың қай жақтан келгенін аңдамастан, бірі өлік, енді бірі жаралы болып өкірген басмашылар қалып бара жатты. Алай тауларында не көп, үңгір көп. Сол түні таң қылаң бере жолай кездескен бір үңгірге ат шалдырды. Кезектесіп ұйықтап, тағы жолға түсті. Түнде діттеген бағыттарынан қиыс кеткен бе, қай жерде келе жатқандарын айыра алмады. Айнала қоюлана бастаған уақытта тағы бір қуысқа кез келді. Неше күннен бері нәр сызбаған үшеуі әрі қарай жүруге шамаларының жоқтығын бір-біріне айтпай ұғысып аттан түсті.
Аттар тұяқтарымен қарды ашып, шөп теріп жеуге бас қойды. Олар қар астындағы шөпті күтір-күтір шайнаған сайын бұлардың қарындары шұрқырап, мазалары қашты. Сөйтіп отырғандарында аттар оқыранып, бір-біріне жанасты да әлденеден үркіп қуысқа беттеді. Бір қауіптің төнгенін сезген үшеуі мылтықтарын оңтайлап, апан жиегінен сыртқа сығалады. Анадай жерде қар үстінде қарауытып, бір хайуан аттарға жылжып келеді екен. Тау барысы деген Қараман Жолдыбайдың мылтығын жұлып алып, оны көздеп тұрып бір атты. Жылжыған барыс қимылсыз қалды. Ойбай, ар жақтан тағы бір барыс шыға келмесін. Естай, барыс топпен жүрмейді. Мұндай аң саяқ жүре береді. Барысқа жақындап барғандарында Қараман сақтанып, оны тағы бір атты. Содан үшеулеп қуысқа сүйреп әкелді. Сөйтіп, оны сойып, етін шикідей жеді. Өйтпеске амалдары жоқ. Қақтап жейін десе, оттықтары және жоқ. Ет шикі болса да, ашқан қарындарына сеп болды. Ертесіне сапарларын жалғастырды. Бірақ қанша жүрсе де, ұшы қиырсыз таудың шеті көрінер емес. Қараман ат шалдыратын пана жер болса демалуды ойлады. Бір үшкір тастар жиналған сайды көктеп, өтіп бара жатқандарында бас жақтан екі салт атты көрінді. Бәрі үшкір тастарды паналап, әлгілерге көз тастады. Ештеңеден күдіктенбеген екеу жай барақат жақындаған кезде Қараман екеудің бірін бірден таныды. Жолдыбай, Шақрұқты таныдың ғой. Не болса да оны тірідей ұстауымыз керек. Қалай? Жақындай бергенде үшеуміз үш жағынан қоршаймыз. Сен екеуің мылтықпен, мен жарылғыш таспен қорқытамыз. Екі дұшпан ақырын әңгімелесіп таяп қалғанда үшеуі аттарын ойқастатып, жан жақтарынан шыға келді. Шақрух деп ақырды Қараман, жарылғыш тасты жоғары көтеріп. Күлің көкке ұшайын демесе, қаруларыңның бәрін жерге тастаңдар. Бол, айтқанымды істе тез. Әйтпесе, ана жігіттер екі бүйіріңнен бірдей атады. Қалай таңданса да, іштен тынып, аузынан сөз шығармаған Шақрух беліндегі наганы мен қонышындағы қанжарын Қараманның алдына лақтырды. Қасындағысы да сөйтті. Енді аттан түсіңдер. Екеуі аттарынан түсе берді. Шақрухтың қасындағы мылтығын лақтырғаны мен шапанының астында наганы бар екен. Жерге түскенде шапшаң қимылмен наганын суырып алып, Естайды бір атты. Ол қас қағым сәтте Жолдыбайды да ұшырып түсірер еді. Бірақ Жолдыбай одан бұрын атып үлгерді. Қақ шекесінен тиген оқтан анау қарға күмп берді. Мұның бәрі көзді ашып жұмғанша уақытта болды. Шақрух серігінің қаруын алуға ниеттеніп, еңкейе бергенде Қараман атын екі секіртіп оған жетті. Оны ат сауырынымен бір қағып, қамшымен басына екі рет тартты. Шақрух сонда да қайтпай, аттың шылбырына жабысып, өліспей беріспейтіндігін білдірді. Жолдыбай шауып келіп, мылтық дүмімен желкесіне бір қойды. Шақрух сылқ етті. Құлағанымен есін жоғалтпай, айқайға басты. Ой, әкеңнің Қарабай! Анада сенің қарақшы Қараман екеніңді білмей қалыппын. Білгенде сол күнақ бауыздап, өлігіңді құзғынға шоқыттырар едім. Енді өзіңнің өлігіңді құзғын шоқиды, деп жерге түскен Жолдыбай аузына мылтық ұңғысымен бір ұрды. Бұл сәтте Естай дірілдеп, әлі тірі жатқан. Қараман мен Жолдыбай қасына келді. Оқ тура кеуде тұстан тиген екен. Тірі қалуы екі талай. Екеуі оны не деп жұбатарын білмеді. Қараман, деді ол қырылдап, сен мен есткен нағыз Қараман қарақшы екенсің ғой. Кешір мені, жел сөз айтқаным үшін. Сен нағыз жау жүрексің. Әзер сөйлеген ол ышқынып барып, денесі созылып жүре берді. Қараман мен Жолдыбай демдерін іштеріне тартып, үнсіз егілді. Жоқ, егілгеннен бұрын жан дүниелері ауыр күйзеліске ұшырап, көмейлеріне өксік тығылды. Әсіресе Қараманның жүрегін ащы мұң ба, әлде
күйінішті қасіреттің өкініші ме, әйтеуір бір азапты қайғы басып, жаны қатты езілді. Есін білгелі бері ылғи көргені, әділетсіздіктің құрбанына айналған серіктерінің қазасы, жан мен тәнін зәразап күйге түсіріп, өңкей оқ пен оттың ортасында өтіп жүрген жастық ғұмыры, кіл сергелдең шақтармен ұштасып, осындай қиямет шақтар қайта-қайта басына төне беретіндігіне бүгін ғана мойығандай сезім кешіп, аза бойы қаза болды. Алайда көп мүжілу, ау баста пешенесіне жазылмаған Қараман әлден соң жасыған күйден арылып, ылғи кек алуға ұмтылып жалындап тұратын мінезіне басып, орнынан көтерілді. Тек жүрсең, тоқ жүресің, уайымсыз боп жүресің деген сөздің адамы боп жаратылмаған ол, күнделікті күйбең тіршіліктің қамытын мойнына кигізіп, күнкөріс нәпақасы үшін тырбаңдап жүретін қатардағы пенденің жуас тірлігін тағдырына жат еткен ол, бөлек біткен бітім болмысына салып, Шахрохқа жетіп келді. Ол енді есін жинап, қыбырлай бастаған екен. Ішіне тағы бір теуіп, оны екі бүктетті. Қайдан келесің? Қайда барасың? Ей, қарақшы, саған сыр айтады деймісің? Айтпасаң қал, досыңның жолын құшып. Жолдыбай, атып таста мынаны. Жолдыбай келіп, мылтығын Шахрохтың маңдайына тіреді. Қарудың суық ұңғысы бойына қорқыныш ұялатты ма, ананың жаны қалмады. Атпа, атқызба, Қараман, айтайын, қайда бара жатқанымды. Бірақ оны айтпасам да білесің ғой. Тархан құрбашының қосынынан шығып, Шерматқа жол тартып барамын. Артта 3 ат пен 7 түйеге жүк артып керуен келеді. Біз ертерек жолға шығып едік. Керуен осы жерден өте ме? Иә. Қанша қарулы бар? 8 адам. Олар ендігі таяпта қалды. Сол керуендегі азық түлік пен оқ дәріні сағанақ берейін. Тек мені аман жібер. 8 адамды қайтесің? 8 адам, мен жат десем жатады, тұр десем тұрады, қайт десем қайтады. Керуенді қолға түсіру үшін Қараман Шахрохты пайдаланғысы келді. Осыған байланысты оны аман ұстап тұруды ойлады. Сонымен қатар, алдағы істерді іштей жоспарлап та қойды. Жарайды, Шахрох, сен керуенді тоқтатып, 8 адамды қайтарып жібересің. Керуенді мен қолыма алған соң өзіңді босатамын. Ал қазір мына серігіңнің өлігін ана тастың ығына сүйреп таста. Шахрох тез қимылдады. Қараман оны атына мінгізді. Жолдыбай да атқа қонды. Тура осы жерде тұрып керуенді күтесің. Жолдыбай артыңда саған мылтық кезеніп тұрады. Мына жарылғыш тастарды көрдің ғой. Қулық ойласаң, бәріңе лақтырып қырып саламын. Қараманда әлі 2 жарылғыш тастар бар еді. Өлген басмашының атын үшкір тастың тасасына байлады. Өзі сол жерде тұрып, мылтығын сайлап, керуенді күтті. Көп кешікпей керуен көрінді. Алдында 4 салт атты бар. Төртеуі бір-біріне қосақтаса байланған аттар мен түйелерді жетекке алған. Қалған 4-еуі артта. Мылтық алдағылардың 1-еуінде және арттағылардың 2-еуінде ғана бар. Қалғандары қарусыз. Керуен үшкір тастардың арасына жете бергенде Шахрох қолын көтерді. Не болды, мырза? Осында сәл аялдаймыз ба? Деді алдағы мылтық асынғаны. Жаныңыздағы кім? Шахрох оған емес, Жолдыбайға сөйледі. Сен қозғалма, мен барып оларды кейін қайтарайын, деп керуенге қарай атын шоқытты. Жолдыбай тоқта дегенше болған жоқ, дереу бір түйенің панасына тығылған Шахрох айғай салды. Атыңдар ананы, ол шпана, анау тастың артында 2-шісі тұр. Алдағы басмашы мылтығын көтере бергенде, тасадағы Қараман оны бір атты. Сосын Шахрохты іздеп еді. Ол қай түйенің тасасында бұқпантайлағанын көре алмады. Жолдыбай болса, кілт бұрылып, жанындағы тастың ығына жетті. Керуен соңындағы мылтықты 2 басмашы алға шауып шыққанда, Қараман жарылғыш тастардың бірін лақтырып жіберді. Анау екеуі ат матымен жер құшты.
Арттағы үстеріне жүк артылған бір ат пен екі түйе де жарылғыштың жарықшағынан жараланып, алқымдарымен жер тірей, тұмсықтарымен құлады. Жарылғыштың даусынан шошынған басқа түйелер өкіріп, тарбаңдап ары қашпақшы еді. Жатқан түйелерге көгенделе байланған арқаннан босана алмады. Шахрох атына қамшы басып, ары шауып кетпекші боп, суырылып шықты. Жолдыбай дәлдеп тұрып, шүріппесін басып қалғанда, ол өкіре құлады. Қалғандарың беріліңдер, бейбіт берілсеңдер, еш қайсыңа тимейміз. Аттан түсіп, қолдарыңды көтеріп, маған жақындаңдар. Тірі қалған 4 керуенші қолдарын көтеріп, Қараман паналаған тастың алдына жақындады. Жолдыбай, бар да бәрінің үстін тінтіп шық. Бізде ештеңе жоқ, мырза, біз тек түйеші ғанамыз ғой, деді төртеудің бірі жыламсырап. Жолдыбай түйешілердің үстерін тексеріп шықты. Шынында ештеңе табылмады. Тек бірінің қалтасында кішкене бәкі бар екен. Қараман оларға жақындады. Кімдер екенін сұрады. Түйешілердің барлығы Шахрохқа жалданып жүрген Хузрат қышлағының тұрғындары екен. Төртеуі де Қараманды танитындарын, анада қызыл командирді атқанына риза болысқандарын айтты. Киімдері жұпыны түйешілердің мана сөйлеген мосқал жастағысы. Шынымызды айтсақ, біз кірешілікке жалданған емеспіз. Шахрохтың бұйрығымен осы іске барып жүрміз. Әйтпесе, кімге болса да ажал әкелетін оқ дәріні тасмалдауға еш қайсымыз құштар емеспіз. Бармайық десек, Шахрохтан қорқамыз. Өткен жолы ол өзіне бағынбай қойған Ергеш деген ауылдасымызды Тархан басмашыларына айтып, екі көзін ойдырып тастады. Екі баласын өлтіріп қойды. Бәрімізді осылай қинай ма деп, оның айтқанын істеп жүрміз, деді. Неге онда күллі қышлақ болып, оған қарсы тұрмайсыңдар? Олай айтуға жеңіл ғой. Мәселен, біздің қатын бала шағаларымыздың бәрін қазір Тархан басмашы өзінің қолында кепілге ұстап отыр. Қитетсек, Тархан оларды өлтіреді. Мұның барлығын істеп жүрген Шахрох жексұрын, аласұрып, жұрттың апшысын қуырушы еді. Ақыры бүгін ажал тапты ма? Мосқал кісі түйелердің шетінде қарға етпеттеп жатқан Шахрохтың өлігіне қарап бір түкірді. Қараман түйешілердің пәс тартқан солғын жүздерінен бәрінің тек жандары үшін кірешілдікке көніп жүргендерін ұқты. Оларды бір түрлі іштей аяп кетті. Түйелерге не заттар артылған көке? Айтпақшы, сіздің атыңыз кім? Атым Ирхан. Жүктер арасында нақты қандай заттар бар екенін білмеймін. Оқ дәрілер ау деймін. Онда тексерейік. Түйелерді шөгеріңіз. Жараланған ат пен түйелерде түрлі қару жарақтар, жарылғыш тастар бар екен. Қалғандарына ет пен ұн артылыпты. Демде бір-бірімен сөз жарастырып, достасқан қарамандар мен кірешілер бір мәмлеге келісті. Жаралы ат пен түйелерді сойып, ұн мен етті сау түйелерге артты. Қару жарақтың, жарылғыш тастардың бірнешеуін өздеріне қалдырды да, қалғандарын бір қуысқа тықты. Жұмыстары біткесін Қараман, ал Ирхан көке, бастаңыз Тарханның қосынына, деді. Түннің бір мезгілінде бұлар Тархан құрбашының тұрағына жақындады. Бір жақсысы, басмашылар ит ұстамайды. Әрі, түн ішінде сырттан келген жау өздерін әзірше мазаламағандықтан қауіпсіз жатады. Басмашылардың осындай алаңсыздығын білетін Қараман Ирханға үн қатты. Азық түлік артқан түйелерді осында қалдырайық. Бір жігіт қарауылдай тұрсын. Қалғандарымыз Тархан құрбашыны ит аршыларымен қосып, күлдерін көкке ұшырайық. Тарханды құртқанымызбен Шермат бар ғой. Ол бізге өлсе тыныштық берер ме? Сіздерге айтқан жоқ едік. Кеше түнде Шерматтың тобын өзімен қосып жоқ қылғанбыз. Ал түйелермен бірге кім қалады? Ералхан, сен қал осында, деді Ирхан. Ералханға бір мылтық қалдырды да, Қараман бастаған 4 адам терең шатқалдың етегінде орналасқан басмашылар қосынына таяды. Бұл топта қанша адам бар? Біздің қатын бала шағаларымызды қоса есептегенде 40 шақты болып қалады-ау.
Жер кепелері нешеу? Жетеу. Қатын бала шағалары қайсысында? Оларды шеткі жер кепеде ұстайды. Онда қарауыл болмайды. Қатындар мен балалар түнде қайда қашады деп ойлайды әсті. Онда сіз жаныңызға анау Әзізбекті ертіңіз де бала шағаларыңызды у-шусыз бері алып келіңіз. Ойбай, жүрегім дауаламайды. Бір көк соққан оянып кетіп атып тастаса қайтем? Жә, қорықпаңыз. Онда сізбен бірге Әзізбек емес Жолдыбай барады. Бұған тек жол көрсетсеңіз болды. Жүрістерінің тықырын білдірмей, жеркепелерге бет алған екеуі көп ұзамай 2-3 қатын мен бір топ балаларды ертіп келді. Тәжіктердің әйелдері бөтен еркек алдында сөйлей бермейді. Балалар да үнсіз. Бәрі әлі қорқып тұрған сияқты. Әзізбек барлығын ертіп, түйелер тұрған жерге бар. Біз кешікпей келеміз. Қараман осылай деп орнынан тұрды. Әзізбек бастаған қатындар мен балалар ары кетті де, қалғандары қосынға жүрді. Сәлден соң жер кепелерді дәлдеп, жарылғыш тастарды лақтыра бастады. Тура кешегі Шерматтың қосынындағыдай. Бұнда да әп сәтте жарылғыш гүрсілімен бірге басмашылардың азан-қазан дауыстары шықты. Бір жер кепеден сыртқа киімдерін киюге де үлгермеген 2 басмашы шыға сап, жан далбасамен бұларға қарай жүгірді. Айналадағы құлақ тұндырар ащы дауыстардың арасынан екеуінің өкіргендері басым түсіп, Ирханға жабысты. 2 басмашының үстіндегі киімдері бықсып, жанып жатыр. Ойбай, өшір үстіміздегі отты, деп қарға аунай кетті. Атаңның көрі, жанбақ түгілі күл боп кет. Біз жоқта қатындарымызды әбден зорлаған шығарсыңдар, деп ақырған Ирхан екеуін жатқан күйлерінде мылтығымен тоқпақтап жансыз қалдырды. Мына біреуі тағы жүгіріп жүр ғой деді де, анадайдағы қалбалақтаған бір басмашыға жетіп барып, оны да ұрып құлатты. Бір Ирхан емес, Ғазидулла да жеркепеден аман шыққандарды қуалай соғып, жер құштыруда. Жолдыбай болса, ондайларды атып сұлатып жатыр. 3-4 басмашы жан ұшыра аттар байланған тұсқа жүгірді. Жолдыбай 3-4-еуінің ортасында бір жарылғыш тасты дөп түсіріп, бәрін жер қаптырды. Ортадағы жарылғыш тастан төбесі ойылып түскен бір жеркепеден бажылдаған басмашылардың дауыстары шығып тұр еді. Аз кем уақытта сол үндер сап тыйылды да, ойық жерден төбелері қараңдап көрінген 2-3 адамдар бұларға қаратып оқ ата бастады. Қараман, Тархан әлі тірі білем, оқ соның жеркепесінен атылып жатыр, деп айғайлады Ирхан. Қараман ол жаққа бұрылғанда, Жолдыбай тура сол жеркепеге қос бірдей жарылғыш тасты лақтырып жіберді. Мылтық үні лезде өшті. Есесіне жартылай қирап опырылған басқа жеркепелердің ішінен жан дауыстары шығып, бақырған дауыстар бұрынғыдан бетер күшейіп кетті. Осы кезде бір жерден сумаң етіп шыға келген бір басмашы, жігіттер, Тархан да, Қазарақ та өлді, әлің келетіндерің тұс-тұсқа қашыңдар, әйтпесе қызылдар шетімізден отқа өртеп жібереді, деп айқайлап ары қашты. Сүмелек, бізді қызылдар деп ойладың ғой, мә саған, деп Ирхан оны бір атты. Жан жақтан шыққан жалындардың жарығы мен сұлбасы анық көрініп, қисалаңдап жүгірген ол етпетінен түсті. Бұл кім? Оңданбек Сұмырай ғой, Тарханның бірінші итаршысы. Қазарақ деген кім еді? Тарханның оң қолы. Тарханның өзі мен итаршылары өлсе болды, қалғандары бассыз дене сияқты зиянсыз. Кетелік. Жоқ, Қараман, бәрін қырып кетейікші. Бұлардың оңғаны жоқ. Болмайды. Қане жігіттер, жиналыңдар, кетеміз. Қараманның бұйрығына көнген бәрі шетке ысырылып, келген жолдарына түсті. Түйелер тұрған жерге келсе, Әзізбек қатындар мен балаларды осында әзір ғана жеткізген екен. Оларды аттарға мінгестіріп, жүк артқан түйелерді жетекке алған алтауы тоқтамай жүріп, күн найза бойы көтерілгенде Хузрат қышлағына жетті.
Тау арасына қарағанда мұнда қар жұқалау, әр жерде қары кетіп, қарауытқан төбешіктердің бастары табиғатты бір түрлі реңсіз етіп тұр. Қышлақтың жұпыны тіршілігіне айналаның осы бір сұрақсыз көрінісі үйлесін тапқандай, адамдардың да бәрі көңілсіз күйде. Қараман дереу қышлақ адамдарын бір жерге жинады да, ат түйелердегі ет пен ұндарды бәріне теңдей үлестіріп берді. Мұның қайдан келген олжа екенін жұртқа Ирхан түсіндіріп берді. Шерматтың да, Тарханның да, Шахрохтың да енді жоқ екенін айтқанда, азыққа қарық болып көңілденген жұрт иықтарынан ауыр жүк түскендей десіп, Қараманға алғыстарын жаудырды. Ертең мына түйелерді де сойып, тарқатып алыңдар. Енді келіп, сендерді қорқытатын басмашылар жоқ. Қарағым Қараман, деді бір шал. Бесіктегі баламызға дейін иманымызды ұшырып біткен жауыздарды құртқаныңа мың алғыс. Бірақ бұл қышлаққа дұшпан бір басмашылар емес. Қызылдар келсе де, момын елге қырғидай тиеді. Осы біздің басымызға тыныштық орнайтын күн бола ма? Қараман оған жауап бере алмай терең күрсінді. Дегенмен, анау шалдың көңілін орнықтырайын деп, біраз уақыттан кейін аз ғана сөз айтты. Қызылдардың әнеу күнгі Мамашевтай әпербақан басшысы болмаса, басқалары елге жөн жозықсыз тиісе бермейтін шығар. Өйткені, баяғы патша ұлықтары өз еліне, яғни сіздерге бас салып, тіс батыра бермеуші еді ғой. Қызылдар билікке түгел жетіп, басмашыларды құртса, өз құзырындағы халыққа зорлық жасамайтын болар. Білмеймін, қайсысы келсе де, бізге бір зияндық тигізбей кетпейді. Көңіліне жақпағандарды атады, асады. Бірінің залымдығынан бірі өтеді. Осы сөзім дәлелді болсын. Жүрші, мен саған бірінің қорыққанынан, басмашыларға аз ғана көмек бергеніне бола, қызылдар аяғын кесіп кеткен. Ал енді бірінің қызылдарға болысқаны үшін басмашылар көздерін ойып алған екі туысқан кісілерге ертіп барайын, деп көкірегін қарс айыра күрсінген шал Қараманды қышлақтың күнгей бетіндегі бір үйге ертіп әкелді. Үй алдында екі бала ойнап жүр. Қару асынған Қарамандарды көргенде екеуі де ойбайлап үйлеріне қашты. Қараман мен Жолдыбай аттан түсіп, шалдың соңынан үйге кірді. Ауызғы тамда әлгі екі бала шешелерінің етегіне тығылды. Бәрінің қарулы кісілерден әбден зәрезап болғандары көрініп тұр. Қорықпаңдар балалар, сен де қорықпа Ғайса. Бұл кісілер ешкімге жаулық жасамайды, қайта көмектеседі, деді шал. Әй, Ғайса, кімдер келген? Деген еркектің гүжілдеген даусы шықты. Осы сәт ішкі тамнан. Біз ғой, Онсар, біз ғой. Шал сол тамға өтті. Артынан Қарамандар кірді. Сол жақтағы дуал түбінде бастарын түйістіріп екі кісі жатыр. Бірінің көздерінде қара мата байлаулы. Ал бірі тізеден төмен көрпе жауып алыпты. Шал олардан амандық саулық сұрап, біраз әңгімелесті. Қараман мен Жолдыбайды таныстырды. Екеуінің Шермат пен Тарханды, Шахрох пен Оңдабекті жоқ қылғанын айтты. Не дейді? Рас па? Сауап болған екен иттерге. Бұл қай жігіттер? Деп көзі байлаулысы орнынан көтерілді. Құдай, бар екенсің-ау. Ертоқ жәке, шынымен әлгі жексұрындар өлді ме? Ия, рас, Онсар, Ирхан, Ғазидулла, Ералхан бәрі куә боған. Онсар көзіндегі матаны жұлып алды. Қараман бетіне тіктеп қарап еді, жүрегі дір етті. Ананың көздерінің орнында қап-қара боп қатқан қанға толы үңірейген екі қуыс қана бар. Қастарының асты дөңгеленген жара. Қараман қанша сұмдықты көріп жүрсе де, дәл мынадай үрейлі, әрі көруге жағымсыз нәрсені көрген емес. Шығып кетуге ыңғайлана бергенде, сол сұмдардың кесірінен мен аяғымнан айырылдым. Қайсысы қолыма түссе, дәл өзімдей етіп, шолақ қылып тастар едім, деп екінші кісі тізедегі көрпесін кейін ысырып тастады.
Қараман оған да көз салды. Бір аяғының тізеден төменгі жағы жоқ. Тізесін матамен қалыңдап орап қойыпты. Ол өз шағымын тағы айтты. Дарханның бір рет тілін алғаным үшін қызыл кәмәндір қолымды байлап, бір томардың үстіне осы аяғымды қойдырды да, екі сарбазға қылышпен шаптырып тастады. Қатыным келіп үстімен құламағанда, екінші аяғымды да шабар еді. Біреуден жапа шеккенді көргенде шыдай алмайтын Қараман далаға атып шықты. Далада Оңсардың көзін ойған, ағасының аяғын кескен басмашы да, қызыл командир де жоқ. Қатты тістенген ол, үйді 2-3 айналып шыққанда ғана, көкірегін құрсау боп қысқан ашуын әзер басты. Қараман, үйге жүріп қонақ бол, деді ертоқ шал. Жолдыбай екеуі атқа қонып, оған ілесті.